Сәлеметсіздер ме екінші сынып оқушылары? Математика сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы есептер шығару. Бүгінгі сабақта сен 1 және 2 амалмен орындалатын есептерге талдау жүргізіп, оны шығаратын боласың. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Тұжырымдар дұрыс па? Балалар, экранда кітаптарды көріп тұрмыз. Ертөстік, Жәнібек пен атасы, Алдар көсе, Жалмауыз кемпір туралы ертегілер, тұжырымдарды оқып көрейік. Алдар көсе қазақ халқы ертегісінің кейіпкері, Жалмауыз кемпір жағымды кейіпкер. Жәнібек пен атасы балаларға арналған кітап. Ертөстік ержүрек кейіпкер. Балалар, емес сөзімен ақиқат тұжырымдар құрастырып көріңдер. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Суретті және сұлбаларды пайдаланып, өзара кері 3 есеп құрастыр. Сөредегі кітаптар мен қораптағы кітаптар саны белгілі. Сөредегі кітаптар саны 9, қораптағы кітаптар саны 18. Бірінші сұлбаға назар аударайық. Сөреде 9 кітап, қорапта белгісіз. Сөредегі кітаптар санына қарағанда 2 есе артық. Қораптағы кітаптар санын табу үшін сөредегі кітаптар санын 2-ге көбейтеміз. 9-ға 2-ні көбейтеміз. 18-ге тең. Жауабы қорапта 18 кітап бар. Екінші сұлбаға қараймыз. Сөреде белгісіз. Қораптағы кітаптар санына қарағанда 2 есе кем. Қорапта 18 кітап. Сөредегі кітаптар санын табу үшін қораптағы кітаптар санына 2-ні бөлеміз. 18-ге 2-ні бөлеміз, 9-ға тең. Жауабы сөреде 9 кітап бар. Үшінші сұлбаға қараймыз. Сөреде 9 кітап, қорапта 18 кітап. Қорапта сөредегі кітаптарға қарағанда неше есе артық? 18-ді 9-ға бөлеміз. 2-ге тең. Жауабы 2 есе артық. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. Орыс ертегілері 6 кітап. Қазақ ертегілері белгісіз. Орыс ертегілеріне қарағанда 2 есе артық. Барлығы неше кітап? Қазақ ертегілерінің кітабын санын білу үшін 6-ны 2-ге көбейтеміз. 12 кітап. Қазақ ертегілер кітабы 12. Барлығын табу үшін 6-ға 12-ні қосамыз. 18. Жауабы барлығы 18 кітап. Төртінші тапсырмаға назар аударамыз. Санды деректерді пайдаланып, неше есе артық сұрағын қойып, 2 амалмен шығатын есептер құрастыр. Кітапханаға таңертең 12 оқырман. Ал түсте таңертеңге қарағанда 9 оқырман келді. Неше есе артық сұрағын қойып, 2 амалмен шығатын есеп құрастырайық. Таңертең 12 оқырман. Түсте белгісіз. Таңертеңге қарағанда 9 оқырман кем. Таңертең түске қарағанда неше есе артық? 12-ден 8-ді азайтамыз. 4-ге тең. Түсте 4 оқырман келді. Неше есе артық екенін табу үшін 12-ні 4-ге бөлеміз. 3-ге тең. Жауабы таңертең түске қарағанда 3 есе артық оқырман келген. Екінші есепке қарайық. Сырым бүгін 9 бет, ал кеше 20 және 7 бет оқыды. Бүгін 9 бет, кеше 20 және 7 бет. Кеше бүгінге қарағанда неше есе артық? 20-ға 7-ні қосып аламыз. 27.
Кеше 27 бет оқыған. Неше есе артық екен табу үшін 27-ні 9-ға бөлеміз. 3-ке тең. Демек жауабы 3 есе артық. 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Тиімді тәсілмен есепте. Бірінші мысалға қарайық. 45 қосу 38 қосу 5 қосу 2 4 санның қосындысы берілген. Қай сандарда бір-біріне қосқан тиімді? 45 пен 5-ті, 38 пен 2-ні қосқан тиімді. Есептейік. 45-ке 5-ті қосамыз, 50-ге тең. 38-ге 2-ні қосамыз, 40-қа тең. 50-ге 40-ті қоссақ, 90-ға тең. Келесі мысалға назар аударайық. 6 қосу 27, қосу 14, қосу 3. 6-ға 14-ті қосқан тиімді. 27-ге 3-ті қосқан тиімді. 6-ға 14-ті қоссақ, ол 20-ға тең. 27-ге 3-ті қоссақ, 30-ға тең. 20-ға 30-ті қоссақ, 50-ге тең. 4 санымыздың қосындысы 50-ге тең. Келесі мысалға назар аударайық. 17 қосу 6, қосу 34, қосу 3. 17-ні 3-ке қосамыз. 34-ті 6-ға қосамыз. 17-ні 3-ке қоссақ, 20-ға тең. 34-ті 6-ға қоссақ, 40-қа тең. 20-ға 40-ті қоссақ, 60-қа тең. Келесі мысалға қарайық. 25 қосу 8, қосу 5, қосу 42. 25-ке 5-ті, 8-ге 42-ні қосып аламыз. 25-ті 5-ке қоссақ 30-ға тең, 8 пен 42-ні қосындысы 50-ге тең. 30-ға 50-ті қоссақ 80-ге тең. 16 қосу 17, қосу 4, қосу 3. 16-ға 4-ті, 17-ге 3-ті қосып аламыз. 16-ға 4-ті қоссақ 20-ға тең, 17 мен 3-тің қосындысы 20-ға тең. 20 мен 20-ның қосындысы 40-қа тең. 9 қосу 4, қосу 31, қосу 56. 9 бен 31-ді, 4 бен 56-ны қосамыз. 9-ға 31-ді қоссақ 40-қа тең, 4 бен 56-ны қоссақ 60-қа тең. 40-қа 60-ты қоссақ 100-ге тең. Балалар, бұл тапсырмада біз тиімді тәсілмен есептедік. 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Әрбір шам қай электр қосқышпен жұмыс істейді? Сызық жүргізбей анықта. Қарындаш, қаламдарсыз сызық арқылы оқулыққа қарап, қай шам қай электр қосқышпен келетін табайық. Бірінші көк шамға қарайық. Нүктелер арқылы біз сызықпен жүріп отырамыз. Демек, үшінші электр қосқышпен келеді. Қалған шамдарды қай электр қосқышпен келетінін өздерің анықтап көріңдер. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егерде сабағың ұнап жатса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпа. Сау болыңыздар.